Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжан. Бүгін сіздермен банан қосылған рулет дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: ұн 150 грамм, 4 дана жұмыртқа, қопсытқыш жарты шай қасық, сүт керек 80 грамм, қант 100 грамм, сұйық май 80 грамм, және сгущенное молоко, және бір банан. Алдымен жұмыртқаларымызды сарысын ағынан ажыратып аламыз. Ал енді ақуызымызды миксермен жақсылап шайқаймыз. Ақуызымыз осылай ағарып көпірген кезде қантымыздың жартысын салып, әрі қарай араластыра береміз. Міне ақуыз дайын болды. Ыдысты төңкерген кезде ол еш қозғалмай тұру керек. Ал енді сарыуызымызға жаңағы қалған қантымызды саламыз. Үстіне сұйық сары майды құйып, және сүтті құйып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Және оны жаңа дайын болған жұмыртқамыздың сарыуызына қосып, әрі қарай миксерлеп араластырамыз. Массамыз бір келкі болғанша араластырдық. Енді осының үстіне ақуызымызды қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді противенің үстіне міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, соның үстіне дайын болған массамызды құйып, бір келкі қылып жайып шығамыз. Бір келкі қылып жайып болған соң пешімізге жібереміз. 180 градусқа 15-20 минутқа. Біздің рулетіміз піскенше салмамызды дайындай берейін. Бананды майдалап турап қоямын. Міне рулетіміз дайын болды. Зубочистканың көмегімен осылай арасын тексеріп алдым. Піскен. Ал енді тез рулетті қазір орауға кірісеміз. Ол үшін бірінші мына дайын болған нанымызды теріс аударып алдық. Және қазір сгущенкамызды жағып, тез бананымызды салып, рулетті суымай тұрған кезде орап аламыз. Мен рулетімді орап қойдым. Өкінішке орай орап жатқан жерім видеоға түспей қалыпты. Орап холодильникке міндетті түрде 2 сағатқа демалуға қоямыз.
Міне мен қазір холодильниктен шығарған кезім мынау. Шығарып, әдемілеп турап дастарханға ұсынамыз. Рулеттің бетіне шоколадты ерітіп құйып сәндедім. Өте дәмді шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Мен видеом ұнаса лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Көргеніңіз үшін рахмет.